Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге картоп қосып бұқтырылған котлет жасауға кеңес беремін. Өте жұмсақ, дәмі сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Ол үшін 800 грамм тартылған ет, 2 пияз, 1 килограмм картоп, 1 жұмыртқаның сарысы, 1 шай қасық қара бұрыш, жарты шай қасық зира, 1 ас қасық тұз, жарты қасық кориандр, 3 нан бөлігі, 100 мл су қажет. Нанның үстіне суды құйып, жібітіп қоямыз. Жуаны блендерде жақсылап ұсақтап аламыз. Енді құрамдарды біріктіреміз. Тартылған етті, пиязды, тұзды, қара бұрышты, жұмыртқаның сарысын және жібіп тұрған нанды біріктіреміз. Жақсылап тұрып, араластырып аламыз. Енді видеода көрсетілгендей котлеттерімізді жасаймыз. Ең алдымен қызып тұрған табада картоптарымызды қызарғанша қуырып аламыз. Енді дайын котлеттерді қуырамыз. Табаның түбіндегі майға картоптарды салып, үстінен тұз, қара бұрыш және зираны себеміз. Үстіне қуырылған котлеттерді салып, кориандр сеуіп, үстіне жуа қойып, 100 мл су құйып, 40 минут баяу отта бұқтырып аламыз. Картоп қосып бұқтырылған котлеттеріміз дайын. Өз қалауымызға сай безендірсек болады.
егер рецепт ұнаса, лайк басып, тіркеліп, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.